Баршаңызға сәлем. Балалық шақтың естен кетпес дәмі, нағыз буфеттегідей көржіктер, жұмыртқасыз, сүтсіз, көржік жұмсақ көржікті дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен көржіктерімізді дайындау үшін бөлме температурасындағы айранымызға содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Екеуін қосып араластырғаннан кейін бізде осындай реакция пайда болады. Екі есе айранымыз ұлғаяды. Одан кейін біз құмшекерімізді салатын боламыз. Барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Көптеп қорықпай сала беріңіздер. Себебі корждардан онша қатты тәтті болып кетпейді. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сұйық майымызды немесе сары майымызды осылай ерітіп қосатын боламыз. Енді қантымыз жақсылап ерігенше араластыратын боламыз. Қолымызбен ұстап көрсеңіздер болады қанттың еріген ерімегенін. Одан кейін ұнымызды жақсылап електен өткізіп, екі бөліп қосатын боламыз. Араластырып, үстіне разделитель қосамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін екінші бөлігін салатын боламыз ұнымыздың. Менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп лайк басып, қазақ тілі арнаның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып кетіңіз. Мінекей ұнымыздың барлығын салып болдым. Жақсылап блинчиктің көмегімен араластырып, одан кейін қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Ұндарыңыз аз болса, тағы да жарты стакан ұн қосып кетсеңіздер болады. Бізде осындай қоймалы жын пайда болды. Бұны ешқандай тындырып қоюдың қажеті жоқ. Бірден жая берсеңіздер болады. Ең алдымен қолымызбен басып алып, қамырымыз өте жұмсақ. Кейін оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қатты жұқа қылып жайып жібермеңіздер. 1,5 сантиметр қалыңдықта жайсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып аласыздар. Кейін өзімнің қалыбын болмаса кесенің көмегімен осылай ойып алсаңыздар болады. Менің гүл формам тым кішкентай болғандықтан осылай конфетницаның көмегімен ойып алдым. Барлығын ойып болғаннан кейін шетіндегілерін осындай кішкентай гүл ойықпен ойып алдым. Шетінде қамырларын тағы да бір рет жинап, жайып, оларды да осылай ойып алсаңыздар болады. Сәл алдындағыдан қарағанда бұл қаттырек болады. Екінші мәрте илегеннен кейін. Біздің барлығын осылай дайындап, қалыбымызға салып, бетіне жұмыртқа емес айранымызды жағып шығамыз. Пешке 180-200 градуста 10-15 минутта пісіріп аласыздар. Арасын тым жақын қылып жібермеңіздер. Корждарымызды алшақтау етіп орналастырыңыздар. Бізде осылай корждар дайын болды. Балалық шақтың бал дәмі өте жұмсақ, дәмді корждар. 5-10 теңгеге сатып алатын буфеттегі корждарымыз осылай дайындалады. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.